Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай әдемі шкатулка тоқып үйренетін боламыз. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Мінекей бірінші астыңғы жағын тоқып үйренетін боламыз. Яғни асты 12 қатар, жоғары жағы 10 қатар тоқып үйренеміз. Мінекей бисмиллах деп бастайық. Бірінші лескамызды ұзындау етіп кесіп аламыз. Содан кейін ұшын бірдей етіп алып, осы лескамызға 3-4 моншақ өткізетін боламыз. Менде 8-ші размерлі моншақ, 6-ші размерлі леска болады. Сіздерде 10-ші размерлі моншақ болса, онда 7-ші размерлі лескамен тоқитын боласыздар. Мінекей 4 моншақ өткізіп аламын. Ұшын бірдей етіп алып, төменге қарай сырғытып, мына оң жағымызда лесканы осы соңғы моншақтан өткізіп, ілмек жасап алатын боламын. Өткізем, ілмек жасай алдым. Енді осы сол жақ лескамды осы ілмектен өткізіп бекітемін. Мінекей бекіттім. Бізде төрттік пайда болды. Енді дәл осылай тоқитын боламыз. Ол үшін оң жағымызға 2 моншақ өткіземіз. Сол жағымызға 1 моншақ өткізіп бекітетін боламын. Ілмегімді, осы сол жақ лескамды осы ілмектен өткізіп бекітеміз. Екінші төрттік пайда болды бізде. Дәл осылай тоқитын боламыз. Тағы да оң жағымызға 2 моншақ. Сол жағымызға 1 моншақ өткізіп бекітемін. Мінекей, үшінші төрттік пайда болды. Дәл осылай біз 12 қатар тоқитын боламыз. Мінекей, 11 қатар тоқып аламыз. Содан кейін 12 қатарда бірден оң жағымызға 3 моншақ өткізіп, бұрып алатын боламыз моншағымызды. Соңғысынан ілмек жасаймыз. Содан кейін мына жоғарыда тұрған лескамызды осы ілмектен өткізіп, яғни сол жақ лескамызды ілмектен өткізіп бекітеміз. Бекіттік. Енді мінекей алға қарай, жоғары қарай көтерілді лескамыз. Енді осы оң жағымызға 3 моншақ өткіземіз. Енді біз мінекей ұзындығын, яғни бір қатар тоқып алдық, 12 қатар. Содан кейін енді біз жоғары жағын 10 қатар тоқитын боламыз. Оң жағымызға 3 моншақ өткіземіз. Ілмек жасап аламыз. Сол жағымызға, сол жақ лескамызды осы ілмектен өткізіп, менде ұзындау болғандықтан лескам кішкене көрінбей қалуы мүмкін. Мен оң жағыма 3 моншақ өткіздім, ілмек жасап алдым. Сол жақ лескамды осы ілмектен өткізіп, енді бекітетін боламын. Бекіту үшін осылай тартатын боламыз. Бекітілді. Осылай 3 моншақ өткізіп, басын тоқып аламыз. Содан кейін астыңғы лескамызды 1 моншақтан өткізіп отырамыз. Астыңғы лескамызды міне жанында тұрған астыңғы 1 моншақтан өткізіп отырамыз. Үстіңгі лескамызға бізде 2 бар, 2 моншақ бар лескамызда. Үстіңгі лескамызға 2 моншақ өткізіп, төрттікпен туралайтын боламыз. Енді бекітеміз. Тағы да астыңғы лескамызды 1 моншақтан өткізіп отырамыз. Үстіңгі лескамызға 2 моншақ өткізіп,
бекітеміз. Мінекей. Дәл осылай астыңғы лескамызды астыңғы бір моншақтан өткіземіз. Үстіңгі лескамызға 2 моншақ өткізіп, бекітеміз. Дәл осылай соңғы бір моншақ қалғанша тоқитын боламыз. Соңғысына ілмек жасап алдым. Лескамды осы ілмектен өткіземін. Содан кейін бекітетін боламын. Осылай мына бір моншақ қалғанша тоқимыз. Осы моншақ қалғанша. Мінекей соңғы моншаққа келдік. Енді осы соңғы моншақтан астыңғы лескамызды өткіземіз. Содан кейін аударамыз. Енді осы өткізген лескамызда оң жақ болады. Осы оң жағымызға 2 моншақ өткіземіз. Бекітетін боламыз. Енді дәл осылай тағы да 3 моншақпен бастаймыз. 3 моншақ өткізіп аламыз. Бекітеміз. Содан кейін тағы да астыңғы лесканы бір моншақтан өткізіп отырамыз. Үстіңгі лескамызға 2 моншақ өткізіп бекітеміз. Тағы да астыңғы лескамызды бір моншақтан өткіземіз. Үстіңгі лескамызға 2 моншақ өткізіп бекітеміз. Дәл осылай мына бір моншақ қалғанша тоқитын боламыз. Мінекей соңғысына келдік. Астыңғы лескамызды осы моншақтан өткізіп аламыз, аударамыз. Өткізген лескамызға 2 моншақ өткізіп, яғни сол жақ лескамыз оң жақ болады, оң жақ лескамыз сол жақ болады. Мінекей ілмек жасап аламыз. Енді жоғарыда тұрған мінекей лескамызды осы ілмектен өткізіп бекітетін боламыз. Дәл осылай оң қатар тоқитын боламыз. Басында 3 моншақпен бастаймыз, содан кейін 2 моншақпен осы соңғы бір моншақ қалғанша тоқимыз. Содан кейін астыңғы лескамызды осы моншақтан өткізіп аламыз, аударамыз. Аударған жағымыздағы лескамызға 2 моншақ өткізіп бекітеміз. Содан кейін тағы да солай 3 моншақпен бастап, соңында 2 моншақпен аяқтаймыз. Дәл осылай оң қатар тоқитын боламыз. Енді біз қанша қатар тоққымыз келеді, сонша қатар жоғары жағын тоқитын боламыз. Яғни ол үшін бірінші 3 моншақ өткіземіз лескамызға. Өткіздік. Енді осылай тұратын болады. Астынан бір моншақтан өткізіп отырамыз. Үстінен 2 моншақ өткізіп бекітетін боламыз. Осылай, дәл осылай соңғысына, соңғы моншаққа келгенше тоқитын боламыз. Сол кезде біздің әрбір бұрышын майыстырған кезде қыры шығатын болады. Шкатулкамыздың қыры шығады. Астынан бір моншақтан өткізіп отырамыз. Үстінен 2 моншақ өткізіп бекітеміз.
Осылай мінекей. Осылай жанын бір қатар бірінші моншақ келгенше тоқитын боламыз. Мінекей лескам менің аз қалды. Бекіту әдісін көрсетіп жіберейін. Осы жерде жоғарғы лескамызды, жоғарғы моншағымызға лесканы өткіземіз. Мінекей бір лесканы өткіземіз. Содан кейін астына қарай, төменге қарай өткізетін боламыз лескамызды. Мінекей екі лескамыз төменге қарай тұр, екі лескамыз. Енді осы лескамызды қай жағын болсын, астыңғы бір моншақтан, төрттіктің астыңғы бір моншағынан өткіземіз. Тағы да осылай осы өткізген лескамызды қайтадан сол моншақтан өткізіп, ілмек жасап алатын боламыз. Содан кейін мінекей екінші лескамызды осы ілмектен өткізіп, бекітіп тастаймыз төменгі моншағымызға. Бекітіп тастаймыз. Содан кейін кесіп тастайтын боламыз. Мінекей шетіне келді. Осылай қатармен тоқыдық. Мінекей астыңғы лескамызды өткізіп аламыз. Осыдан астыңғы лесканы астыңғы моншақтан өткіземіз. Үстіңгі моншаққа екі моншақ өткізіп бекітеміз. Мінекей осылай айналдырып шығатын боламыз. Бұрылды, мінекей ұшы. Енді осылай астыңғы лескамызды астыңғы бір моншақтан өткіземіз. Үстіңгі лескамызға екі моншақ өткізіп бекітетін боламыз. Мінекей соңғы бір моншаққа келдік. Осы моншақтан астыңғы лескамызды өткіземіз. Содан кейін қасындағы моншақтан тағы да өткіземіз астыңғы лескамызды. Сонда біз 3 моншақ өткізетін боламыз. Мінекей бізде 3 моншақ бар. Оны яғни 4-ке туралау үшін бір моншақ өткізіп бекітетін боламыз. Мінекей бір моншақ өткіздік, бекіттік. Мінекей бізде осындай бір қатар дайын болды. Енді дәл осылай қоршап, осылай 8-9 енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тоқуға болады. Осы қатар бітіргеннен кейін мен қақпағын сіздерге көрсететін боламын. Дәл осылай қанша қатар тоққыларыңыз келеді, сонша қатар тоқып шығатын боласыздар. Мінекей достар, енді мен осылай 4 қатар тоқыдым. Сіздер енді 7-8 қатар тоқыған кезде осылай өте әдемі болып шығады. Қатары кішкене үлкендеу еткендеріңіз дұрыс болады. Мен 4 қатармен бастаймын. Сіздерге арнайы қақпағын көрсету үшін осылай тоқып жатырмын. Енді біз мінекей бір моншақ тастаймыз. Осы жердегі қырлы жердегі бір моншақ тастаймыз. Қырынан бір моншақ тастаймыз, екінші моншақтан бастаймыз. Екінші моншақтан бастадық. Лескамызды осы екіншісіне өткіземіз. Оң жағымызға 3 моншақ өткіземіз. Соңғысына ілмек жасап аламыз. Енді сол жақ лескамызды осы ілмектен өткізіп бекітеміз. Тағы да астыңғы бір моншақтан өткізіп отырамыз. Үстіне 2 моншақ өткіземіз. Бұны яғни мінекей екінші моншаққа дейін тоқитын боламыз. Мінекей осы екінші моншаққа дейін осылай тоқитын боламыз. Астынан бір моншақ өткізіп отырамыз, үстінен 2 моншақ өткізіп бекітеміз. Дәл осылай тоқимыз. Мінекей 2 моншақ қалғанша тоқыдық. Біреу, екеу. Мінекей екінші моншағында астыңғы лескамызды осы моншақтан өткіземіз.
Содан кейін осы өткізген жағымызға 2 монша өткізіп бекітеміз. Яғни лескамызды астыңғы бір моншақтан өткіздік қой, сол лескамызға 2 монша өткізіп, соңғысына ілмек жасап аламыз. Мына жоғарыда тұрған оң жағымыздағы лескамызды ілмектен өткізіп бекітеміз. Мінекей осылай. Сонда бізде осылай болу керек. Бұны бұл төрттікті осылай майыстыратын боламыз. Осылай, енді екіншісін тоқимыз. Онда да бір моншақ тастаймыз, екіншісінен бастаймыз. Мінекей енді біз бір моншақ тастадық. Екінші моншақтан лескамызды өткіземіз. Содан кейін 3 моншақ өткіземіз оң жағымызға. Дәл жаңағыдай тоқитын боламыз. Соңғысына ілмек жасаймыз. Астыңғы лескамызды ілмектен өткізіп бекітеміз. Енді мінекей астыңғы лескамызды астыңғы бір моншақтан өткізіп отырамыз. Үстіңгі лескамызға 2 монша өткізіп бекітеміз. Мінекей осылай. Енді дәл осылай екінші моншаққа келгенше тоқимыз. Мінекей. Біреу, екеу, мінекей екіншісіне келген кезде ашықтағы біреу тоқимын. Мінекей біреу, екеу, екіншісіне келгенде астыңғы лескамызды осы екінші моншақтан өткізіп аламыз. Содан кейін осы өткізген лескамызға 2 монша өткізіп бекітетін боламыз. Дәл осылай жандарын қосып шығамыз. Мінекей. Содан кейін бекіткен кезде астыңғы моншаққа қарай бекітетін боламыз. Екі жанында лескамызды, екі жанында моншақтан өткіземіз. Содан кейін мінекей астыңғы мінекей бір моншақтан бекітіп тастаймыз. Мінекей. Осылай бекітетін боламыз лескамыз біткен кезде. Енді осылай болу керек бізде. Сол кезде мына ұшында төрттік пайда болады. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Осы төрттікті біріктіріп, ашық тұр ғой. Соны ашылмау үшін мына төрттікті біріктіріп тастаймыз. Лескамызды осы төрттікпен айналдырып, түбіне осы соңғы бір моншақтан бекітіп тастаймыз. Қазір бітірген кезде сіздерге көрсететін боламын. Енді мінекей үшінші жанын тоқитын боламыз. Еуін қоршап осылай істеп алдық. Енді біз жаңа айтқанымдай төрттікті біреу, екеу, үшеу, төртеу осы төрттікте біріктіретін боламыз. Яғни жоғары бір моншақтан бастаймыз, лескамызды өткіземіз. Содан кейін мына шеткі жанындағы бір моншақтан лескамызды өткіземіз. Енді тағы да осы жанындағы бір моншақтан лескамызды өткізіп, төменге қарата өткізетін боламыз лескамызды. Содан кейін мінекей соңғы бір моншақтан қай жағын болсын лескамызды осы моншақтан өткіземіз. Содан кейін осы өткізген лескамызды қайтадан дәл осы моншақтан өткізетін боламыз. Сонда мінекей бізде ілмек пайда болды. Осы ілмекті бос тұрған лескамызды осы ілмектен өткізіп бекітеміз. Бекітетін боламыз. 2-3 қайтара айналдырып осылай бекітіп тастайсыздар. Содан кейін келесі жанын тоқитын боламыз. Дәл осылай
төрттікті біріктіріп шығатын боламыз. Осылай осындай шкатулка пайда болады бізде. Енді бұның қақпағын тоқитын боламыз. Крышкасын тоқимыз. Ол үшін мына жердегі 12 қатар тоқыдық қой. 12 қатар тоқитын боламыз. Осылай. Содан кейін мінекей 10 қатар осылай жоғары қарай тоқимыз. Астына 12 қатар тоқып шығамыз, жоғары қарай 10 қатар тоқимыз. Мінекей біз енді дәл жаңа басында қалай көтеріп тоқыдық, бір қатар солай дәл солай тоқитын боламыз. Мінекей бір қатар көтеріп алдық. Енді біз дәл басында жаңағы жабындысын, яғни тоқитын боламыз. Мінекей мен көрсетіп тұрғандай сол жерін тоқимыз. Мінекей біз тоқып шықтық. Енді біз біріктіретін боламыз. Сондай кесіп алдық. Енді мына жанындағы бір моншақтан өткіземіз. Лескамызды. Өткізгеннен кейін лескамыздың ұшын бірдей етіп аламыз. Содан кейін осы оң жағымызға бір моншақ өткіземіз. Өткізген моншағымызды, осы лескамызды қақпағын біріктіретін боламыз. Сол үшін мына шетіндегі бір моншақтан өткіземіз. Бір моншақтан өткіземіз. Бекітеміз. Бұлай тоқу барысында көрініп тұрады негізі. Мінекей сонда бізде 3 моншақ бар. 1, 2, 3. 3 моншақ бар. Енді осы қай жағын болсын, лескамыздың бір жағына бір моншақ өткізіп, бекітіп тастаймыз. Осылай төрттікпен тоқып шығамыз. Ілмек жасаймыз өткізген моншағымызға. Бекітеміз. Осылай болып шығу керек. Осылай болып шығу керек. Содан кейін екі жанындағы моншақтан лескамызды өткіземіз. Яғни оң жағымыздағы лесканы оң жағымыздағы моншақтан, сол жағымыздағы лесканы сол жағымыздағы моншақтан өткізіп алатын боламыз. Сол жағымыздағы лесканы өткіздік. Енді оң жағымызға бір моншақ өткізіп, ілмек жасап, бекітіп тастаймыз. Содан кейін тағы да екі жақтан өткіземіз лескамызды, екі моншақтан. Содан кейін бір моншақ өткізіп, бекітіп тастаймыз. Дәл осылай жоғарғы жағына дейін шығатын боламыз. Осындай әдемі шкатулканы сіздер де тоқи аласыздар. Үйреніп, менің YouTube каналыммен бірге болыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Айгерім Серікқызы.